Бауыржан Момышұлының балалық шағын баяндаған, өскен тәрбие алған ортасын суреттеген «Ұшқан ұя» мемориалдық романы оның жазушылық шеберлігін танытқан алғашқы шығармасы. «Ұшқан ұя» романындағы уақыт кезеңі кеңес үкіметі қалыптасқан алғашқы жылдары шығармаға автор балалық шағы арқау болған, өзінің ес біле бастаған кезеңіне мектеп табалдырығын аттаған өмірі әңгімеленетін романда күллі дүние автордың өзіне ғана тән көркемдікпен суреттеліп, бала Бауыржанның қабылдау сезім түйсігі арқылы өтеді. Қалың халық ортасында қарапайым отбасында өскен, жастай шешеден айырылған, әжесінің қолында тәрбиеленген Бауыржанның алдымен тұлға ретінде қалыптасу үшін әсер еткен басты фактор өзінің түлеп ұшқан ұясы. Сондықтан жазушы өз отбасын әр қырынан танытуда үлкен шеберлік танытқан. «Ұшқан ұядағы» жылы сезімдік образ Бауыржанның әжесі қыз тумастың бейнесі. Айнала ортаның, ащы өмірдің, қатал тағдырдың азабынан бәрін бастан кешіріп төтеп бере білген саялы қыз тумас әже қазақ даналығын, салт дәстүрін бойында сақтаған, достық пен бірліктің, адамгершілік пен отбасының қадірін ұғынған және соны ұрпағына, әсіресе сүйікті немересінің жүрегіне бала кезінен бастап игерген ел анасы, одан басқа Бауыржанның әкесі Момыш, немере ағасы Момынқұл, әпкелері Үмиян, Әмимандарға да өзіндік бейнелерімен айрықша дараланады. Бұл шығарманы тек ғұмырбаяндық роман деп емес, қазақ халқының этнографиялық шығармасы деп атауға да толық негіз болады. Романда қазақ ауылының көрінісі, салт дәстүрі, өмірлік ұстанымдары, дүние көзқарасы байыпты да терең бейнеленеді. Сондай-ақ автор қазақтардың өмірінде үлкен бетбұрыстың басталуын, атап айтқанда егіншілікке, отырықшылықта бірте-бірте көшуді суреттейді. Жазушы нақты материал арқылы қарапайым еңбек адамдарының қарым-қатынастарында түрлі ұлт өкілдерінің достығын көрсетеді. Жалпы көрген, куә болған, есте қалған оқиғалар арқылы сол тұстағы әлеуметтік кезеңді, қоғамдық өмірді суреттеу автордың шығарманы жазудағы басты міндеті болғанын аңғару қиын емес.